Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, сіздермен Жазира. Бүгін осындай өте керемет, дәмді алма начинкасы бар печенье дайындаймыз. Печеньенің дайындалуы өте оңай. Бізге керекті заттар: жұмыртқа, сары май, шым-шым тұз, 2 ас қасық сүт, ұн және разрыхитель немесе сода керек болады. Менде сода. Осылай барлық заттарды салып аламыз. Ең соңында ұнды 2-3 бөліп сала отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Печенье бізге өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Сол үшін міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, барлық керекті заттардың, яғни печеньенің құрамының мөлшерлерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Достар, видео ұнаса лайк, комментарий күтемін сіздерден, және каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Мінекей осындай жұмсақ қамыр пайда болды. Қамырды 20 минутқа демалдырып қоямыз да, енді 2 алманы сыртын ашып, үккіштен өткіземіз. Және бізге 1 шай қасық май, шекер керек болады. Қызып тұрған табаға бірінші майды салып, алманы және шекерді салып, қайнатып аламыз. Шекер толықтай еру керек. Қозғап тұрыңыз. Начинканың дәмі өте керемет шығады. Қамырымызды осылай 2-ге бөліп, оның біреуін жаямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай домалақ қылып жайдым. Кейін осылай кесіп, начинкаларды салып, қызып тұрған пеште 10-15 минутта пісіріп аламыз. Печенье тез піседі екен. Мінекей өте жұмсақ болып пісті. Дәмі өте керемет.